Қайырлы күн достар. Біз бүгін Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабының сұлулық, эстетика сезімдері деген бөлімін талқылайық. Жаратылыстың һәм искусствоның сұлу заттары адам жанында сұлулық сезімдерін оятады. Үлбіреген гүл, күңіренген орман, сылдыраған су, бұлдырлаған бұлақ, шексіз шетсіз қара көк теңіз, түрлі шөптермен толқынданған дала, бұлтпен бел алысқан биік тау, күннің ойыншыл алтын сәулелері, ерке сұлу ай, жұлдызды түн, міне осылар сықылды жаратылыстың сұлу заттары, көріністері, яки искусствоның тылсымды жанды билеп алып кететін ән, күй, сиқырлы сөз, сұлу картина сиқылды әсерлі адам жанында бір ләззат, бір сұлулық толқынын оятып туғызбай қоймайды. Архитектура, сурет, скульптура сықылды пластика искусствосы адамның көру сезімін сиқырлап барып, жанда сұлулық толқындарын туғызады. Ал енді музыка, ән, поэзия сықылды өнер есту сезімін сиқырлап барып, жанда сұлулық толқындарын туғызады. Сұлулық сезімдері адамның дұрыс, сұлу, ләззат іздеуіне, сұлу нәрсені сүюіне, көріксіз нәрседен жиренуіне, хатта жақсылыққа ұмтылып, жауыздықтан тыйылуына көп көмек көрсетеді. Сондықтан баланың сұлулық сезімдері жақсы тәрбие қылынуға тиісті. Яғни сұлулық сезімдері табиғат пен өнер туындыларынан алынатын керемет бір рахат сезіммен бойымыздағы жан тебіренетін толқындарды туғызады екен. Өркендету жолдарынан төмендегі жолдарды көрсетуге болады. Бірінші, балаға жаратылыс сұлулығынан ләззат алғызу. Жаратылыста сұлулықтың неше түрінің бәрі бар. Бұлақтың былдырынан, судың сылдырынан, жапырақтың сыбдырынан, орманның күңіренгенінен, теңіздің гүрілдегенін естісін. Жымыңдаған жұлдыздар себілген көк шатыр көркі, түрлі түсті кемпір қосағын, буыны жоқ бұраңдаған қайыңды көрсін. Бала жаратылысы сұлу. Бала сол сұлу жаратылыстың құшағында болсын. Балада сұлулық сезімдері еріксіз оянады. Тәрбиеші жаратылыстағы түрлі сұлулықтарға баланың абайын аудара білуі қажет. Абайы деген көңілі, фокус, назар деген сөз. Яғни бірінші жолы табиғатқа жиі шығарып, табиғатта баламен табиғаттың сұлулығына көңілін аударту, солай сөйлесу, яғни тамсануды табиғатпен үйрету қажет. Екіншісі, баланың маңайындағы нәрсенің бәрі жинақты, ретті, таза болсын. Таза деген сөзді қымбат деп ұғу хата, яғни қате дейді. Тегінде қымбаттың бәрі сұлу деп ұғу қате ғой. Баланың маңайындағы нәрсе қымбат болмасын, таза, ретті, тәртіпті болсын. Үйдің іші, киім-кешек, ыдыс-аяқ бәрі таза болуға тиісті. Баланың үсті басы, денесі, беті қолы бәрі таза ұсталуға тиісті. Баланың маңайындағы жүрген адамдар ретті, тәртіпті, таза болуға міндетті. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны істейді. Тазалыққа үйренген бала таза болады, былыққа үйренген бала былық болады. Баланың маңайындағы сөйленетін сөздер де әдепті, сұлу болуға тиісті. Былық сөздерді естіп өскен бала өмір бойы былық, былапыт тілді болады. Отаға сау бала шағаның алдында былапыт сөздерді сапырып сөйлеуіңді қой. Қайдағы Құдай атқан сөздерді естіп өскен ұлыңда қандай әдеп болады, қызыңда қандай қылық болады.
Және баланың маңайындағы адамдардың жүріс тұрыстары да әдепті, сұлу болуға тиісті. Сұлу дене, сұлу қозғалысты көріп өскен баланың денесі де, қозғалысы да сұлу болады. Адам сұлулықты сүйсе, тазалықты сүйеді. Тазалықты сүйсе, оған ауру жоламайды. Үшінші, баланы сұлу өнермен терең таныстыру керек. Бала неше түрлі сұлу үндерді естісін, неше түрлі сұлу түрлерді, түстерді көрсін, сұлу сөздерді, өлеңдерді жаттасын, түрлі музыка құралдарының үндерін тыңдасын, сурет салып үйренсін, ән салып музыка құралдарында ойнап үйренсін. Міне, осыларды естісе, баланың сұлулық сезімдері өркендейді. Білу керек. Топас адам тірі өлік дейді Мағжан Жұмабаев. Яғни сұлулықты дамытатын үш негізгі жолды көрсетті. Біріншісі, табиғатқа жақын болып, табиғаттың тылсым сұлу әлемінен тамсану. Екіншісі, баланың маңайындағы тазалық. Таза деген қымбат деп ұқпау керек дейді. Әр нәрсе өз ретімен таза, тиянақы, дұрыс орынды болу керек екен. Баланың киім киісі, қозғалысы, жүріс тұрысы әдемі, сұлу болу керек. Ол үшін оның айналасы, яғни отбасы, ата-анасы, қоршаған ортасы, достары ертең, оған тәрбие, білім беріп жатқан тәрбиешілері де сондай көркем, сұлу, мінезді, әдепті болу қажет. Және үшіншісі, ол өнер дейді. Өнердің сан алуан түрі бар. Поэзия, сурет, әртүрлі музыкалық инструменттерде ойнау. Сонымен терең таныс болу керек екен. Себебі сұлу үн, дыбыс, әуен адамның бойында сұлулық толқындарын тебірентіп, жанын тереңге рухтандырып, сұлулық сезімдерін ұялатады екен.